Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, тіркеліп кетіңіз. Әрбір адам күн сияқты, оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Сөз сүйектен өтпесе, таяқ та көмектеспейді. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі аса сенімнен шыға бермейді. Талқыға салған кезде ақиқаттың беті ашылады. Өзіңнің шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Тек бір ғана жақсылық бар, ол білім. Тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Мен көп нәрсе білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Қалаған адам амал табады, қаламаған себеп табады. Ашулы адам ешқандай пайдасыз адамдарды зәбірлейді. Ізгілік пен игілік жоқ жерде әсемдік те жоқ. Ештеңеге қарамастан үйлен, жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Өлімді білмей тұрып, одан қорқу қисынсыз сияқты. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Құрметті тыңдарман, қазақ тілдің дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп қойыңыз.